Өмір бізге берілетін ең қымбат сый. Бақытты отбасы, шынайы достық, спорт, білім, арман мен мақсат. Әр жастың жарқын болашағының негізі. Бірақ осы әдемі өмірге қауіп төндіретін қатерлер де бар. Соның бірі есірткі. Өмірдің жарқын жолын таңдаудың орнына кейбір жастар қауіпті ортаға тап болады. Бір сәттік қызығушылық, жалған достық немесе біреудің ықпалы адамның бүкіл тағдырын өзгертуі мүмкін. Өйткені есірткіні бір рет қолданғанның өзі тәуелділікке алып келеді. Сондықтан дер кезінде есірткіге жоқ де. Өмірді таңда. Есірткісіз болашақ жарқын болашақ. Арманыңа ұмтыл. Дұрыс таңдау жаса. Есірткі деген не? Есірткі грек тілінен аударғанда естен айырылу деген мағынаны білдіреді. Есірткі бұл адамның көңіл күйін, сана сезімін, мінез құлқын бұзатын, қауіпті, тыйым салынған химиялық зат. Ол адамның есін алып, құмарлық жерігіне ұшыратады және аса қауіпті. Айығу үмітсіз. Есірткіге психологиялық тәуелділік. Ол белгілі сезімді қайта сезіну немесе психологиялық жайсыздықтан арылу үшін есірткіні үздіксіз немесе кейде қабылдауға зиянды еліктеушілік. Есірткіге физикалық тәуелділік. Бұл ағзаның есірткісіз қызмет атқара алмайтын жағдайы және оның жетіспеушілігінен тоқтау немесе тежелу белгісі пайда болады. Қабылдауды тоқтату түрлі реакция. Оның ішінде мазасыздық, ұйқысыздық, қалтырау, бұлшық еттер мен буындардың ауруы, құрысу, жүрек қан тамыр жүйесі мен басқа мүшелердің қызметінің бұзылуын тудырады. Есірткі ұсынса не істеу қажет? Спортта, оқуда немесе болашаққа жоспарларыңды іске асыруға кедергі келтіретінін алға тартып, әрине бас тарту қажет. Есірткіні тұтынатын және таратылатын орындардан аулақ болу, қызығушылық танытпау. Есірткі ұсынып жатса, көңіл аудармай өтіп кету. Есірткі туралы сөз қозғала қалса, әңгімені дереу басқа жаққа бұру. Есірткіні тұтынбайтын және оны тұтынбауды түбегейлі шешкен адамдармен араласу. Сондай-ақ есірткіге үйірліктің басы темекі, насыбай атудан басталатынын қаперде ұстау. Өмірді сүй, есірткіден бас тарт.